Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет болып шығатын фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жуып дайындалған етімізді ұзынша етіп турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жуандатып турасаңыздар да болады. Келесі кезек бізде қызып тұрған тапамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Келесі кезек қызып тұрған майымызда етімізді жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып осылай дымдап тұрып қуырамыз. Етіміз кішкене қызарғанша жақсылап қуырамыз. Келесі кезек чесногымызды осылай майдалап турап аламыз. Келесі кезекте пиязымызды да осылай жіңішкелетіп торлап аламыз. Міне турап дайындап алған пиязымыз бен чесногымызды етіміздің үстіне салып қуырып аламыз. Міне етіміз қызарып пісті. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Енді бұның бетін жауып 20 минутқа жай отта демдеп қоямыз. Келесі кезекте сәбізімізді теркадан өткізіп дайындап аламыз. Теркадан өткізген жеріңіз жақсы, негізінде осындай ұзынша етіп, әрі тіске де жұмсақ болып тиеді. Келесі кезек болгар бұрыштарын осылай ұзынша етіп турап аламыз бұларды да. Етіміз пісті, дайын болды. Енді астын өшіріп, үстінен болгар бұрышы менен сәбізін салып, осы еттің буында 15-20 минутқа дымдап қоямыз. Міне келесі кезек біздің қиярымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Ұзындығын қалауыңыз бойынша кесе берсеңіз болады. Қызанағымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап аламыз.
Міне заттарымыздың барлығын дайындап турап алдық. Ендігі кезек бізде фунчозный крахмалымызды суда булап демдеп аламыз. Бұл жерде мен 2 пакет фунчозаға заттарды дайындап істеп жатырмын көбірек қылып. Қаласаңыздар 1 пакет фунчозаға дайындасаңыздар болады. Міне алдын ала суымызды қайнатып дайындап қойғанбыз. Осыны құйып, енді 5-7 минутқа демдеп қоямыз. Кішкене осылай қайта қақпағын ашып, бір араластырып қойыңыз. Міне дайын. Енді сүзіп аламыз. Дайын болған барлық ингредиенттерімізді енді араластырып шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Бір бау укроп пен бір бау кинзамызды да саламыз. Фунчозаның өзіне арналған осындай чим-чим деген приправасы бар. Соны салып жіберіңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Келесі қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз. Қалауыңыз бойынша бұрыштарын салсаңыз болады. Міне жақсылап араластырып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.